Саламатсыздар, құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы, және де менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге бүгін өткен тестіміздің 25 сұрағын талқылап шолатын боламыз. Ал ендеше көп кідірмей бірінші сұрақтан бастайық. Бірінші есебіміз біздің арифметикалық амалдарды орындауға берілген екен. Жақшаларды көріп отырмыз. Алдымен жақшаларды орындап, содан соң ортасындағы бөлулерді орындайтын боламыз. Ең алдымен бірінші амал 4,5-тен 3-тен 1,7-ден 2-ні азайту. 4,5-тен 3 азайтылған 1,7-ден 2. Яғни 4,5-нен 1,5-ді азайтсақ 3,5 қалады. 5 пенен 7-нің ортақ бөлімі 35. 35-ті 5-ке бөлсек 7. 35-ті 7-ге бөлсек 5. Яғни 21 санынан 10 сан азайтамыз, сол кезде 11 шығады екен. 3,35-тен 11, ол бірінші жақшамыздың ішінде шықты. Екінші амал астындағы бөлшектің алуын орындау. 14,135-тен азайтамыз 1,135-ті, себебі 1,120-дан 7 деген санымыз бұл ондық бөлшек түрінде 1,135 болады. Сонда жалпы 13 шығатынын көріп тұрмыз. Енді не шықты, солардың барлығын жазайық. Бірақта 3,35-тен 11 бөлшегін дұрыс емес, яғни бұрыс бөлшекке алмастырайық. Бұл онда 35-тен 116 болады. Бөлу амалын көбейтуге алмастырып, 4,7-тен 1 дегеніміз бұл біздің 7-ден 29 ғой, бірақта оны 29-дан 7 ретінде жазамыз. Алдындағы минус таңбасын бөлімнің алдына қоямыз. Енді осының барлығы бөлініп тұр, 13 көбейтілген деп жазайық. 3,4-тен 1 дегеніміз бұл біздің 4-тен 13, немесе 13-тен 4 етіп жазамыз, себебі оның алдындағы бөлу таңбасын көбейтуге алмастырдық. Бұның алдындағы да минус таңбасы бар, бұл минус таңбасын осы бөлімнің алдына жазып қоямыз. Сол кезде минус пенен минус таңбалары қысқарады екен. Тең белгісін жазайық. Енді қарайық. 35 және 7 сандарын қысқартамыз. Бұл жерде 5 қалады. 116 менен 29 сандарын қысқартамыз. Сол кезде 4 шығады. Сонда жоғарысында 5-тен 4 немесе 0,8 шығып тұр. Астында 13 менен 13 қысқарып, тек қана 4 қалады. 0,8-ді 4-ке бөлсек 0,2 шығады екен. Жауабымыз Б. Сонымен құрметті достар, екінші сұрағымызға да көштік. Бұл жерде тағы да арифметикалық амалдар. Әрбір жақшаны жеке-жеке отырып орындайық. Бірінші, минус 5,6-тан 5 алынған минус 7,7-тен 6 деп тұр. Яғни мына минус пенен мына минус бізге плюсті береді. Сол кезде минус 5,6-дан 5 қосылған 7,7-ден 6 деген шығып тұр екен. Бұл қалай түсінсек болады? Яғни екі санның орнын алмастырып қойсақ, 7,7-ден 6 бірінші жазылады, оның таңбасы плюс, бірақ жазбай қойсақ болады. Минус 5,6-тан 5 екінші жазылады. Минус 5,6-тан 5. Яғни біздер үйреншікті жазылатын кәдімгі алу амалымен жұмыс жасайтын боламыз. 7-ден 5 азайтамыз, 2 қалады. 7,6 менен 6,2-нің екеуінің ортақ бөлімі 42 болады. 42-ні 7-ге бөлсек 6, 42-ні 6-ға бөлсек 7, яғни 36 санынан 35 сан азайтылады, 1 шығады. 2,42-ден 41, бұл бірінші амалымызда шыққан еді. Бұны бірден бұрыс бөлшекке айналдырып қояйық. 2,42-ден 1 дегеніміз бұл 42-ден 83. Дұрыс қой. Себебі 2-ні 42-ге көбейтетін болсақ 84 болады, 84-ке 1 қоссақ 85 болады. Яғни 42-ден 85 деген сан шығады екен. Енді мына бөлу амалын көріп тұрмыз. Бөлу амалы көбейту амалына алмасады. Яғни бұған дейін 42-ден 85 шыққан еді. Осыны көбейтеміз. 42-ден 17 бөлшегіміз біздің керісінше өзгереді. 17-ден 42 болып. Сонымен құрметті достар, екінші есебімізге де көшейік. Бұл екінші есебімізде жақшалардың ішіндегі амалдарды бірінші орындап, көбейту бөлу амалдарын содан кейін орындау керек екені көрініп тұр. Яғни бірінші амалымыз бұл біздің минус 5,6-тан 5 азайтылған минус 7,7-тен 6. Яғни минус пен минус жақшаны ашқан кезде бізге плюс амалын береді. Яғни 7,7-тен 6 қосылады екен. Екі санымыздың орындарын алмастырсақ,
Сонда 7,7-6 бірінші жазылады, таңбасы плюс, бірақ жазбаймыз. Содан кейін минус 5,6-5 саны жазылады. Тең болады. 7-ден 5 азайтамыз. 2 7 менен 6-ның ортақ бөлімі 42. 42-ні 7-ге бөлсек 6, 6-ға бөлсек 7 болады. Сонда 6-ны 6-ға өйтеміз, 36-дан 35 азайтамыз, 1 болады. 2-ні 42-ге көбейтсек 84, 84-ке 1 қоссақ 85 бөлінген 42 деген бұл бүріс бөлшектерінде жазылатын мына жақшаның ішінде шықты. Міне мына жерде шыққан еді. Енді бөлу амалын көріп тұрмыз. Екінші амал, яғни осы шыққан 85 бөлінген 42 санын бөлу керекпіз. Яғни бөлуді көбейтуге алмастырып жазамын. 42-ден 17-ге, яғни мынаның минус таңбасын алдына салып жіберейік. 17-ден 42 деп алмасып кетеді. Себебі бөлуді көбейтуге алмастырдық. 42 мен 42-ні қысқартамыз, 85 пен 17-ні қысқартамыз, сол кезде мына жақта 5 саны қалады. Сонда бұл осы жақшадан бастап мына алу амалына дейін минус 5 шықты деген сөз. Келесі амал бұл минус 3,4-ті көбейту минус 2-ден 1-ге. Яғни минус пенен минус таңбасы бізге плюс таңбасын береді. Яғни минус 5-тен кейін плюс болады. 3,4-ті 2-ден 1-ге көбейт деген сөз, 3,4-тің жартысын тап деген сөз. Яғни бұл 1,7 болады. Минус 5 плюс 1,7 дегеніміз бұл біздің минус 3,3-іміз. Сонда жауап бұл Б болады екен. Сонымен достар, үшінші есебімізге көшейік. Бұл жерде модульдің ішіндегі сандарды көріп тұрмыз. Модульден шығарған кезде теріс таңба ол оң таңбаға ауысады. Яғни 15-тен 8 болып шығады. Бірінші модульден минус таңбасы жойылып, екінші модульден 2,4-тен 1 дәл осы күйінде шығады. Бірақ біздер бұны алмастырамыз. Кәдімгі бұрыс бөлшекпен алмастырайық. 2,4-тен 1 аралық санын бұрыс бөлшекпен алмастырған кезде 4-тен 9 сан шығады. Мына бөлу амалын көбейтуге алмастырамыз. Минус таңбасынан құтыламыз, себебі модульді жойдық. 5-тен 6 бізге 6-дан 5 ретінде жазылады. Енді қысқартайық. 15 пенен 9 сандарын 3-ке қысқартатын болсақ, 15 жақта бізде 5 қалады, 9 жақта бізде 3 болады. 3 пенен 6 санын қысқартамыз, мына жақта 2, 8 пенен 2 санын қысқартамыз, мына жақта 4 болады. Мына 5 пен мына 5 қысқартып, 4 пен 4 қысқартсақ, ешқандай сан қалмайды. Бұл дегеніміз 1 деген сөз. Жауабы 1 шығады екен. Үшінші есебіміз осымен шықты. Сонымен қымбатты достар, біздер есептерімізді тез шығарып жатырмыз. Мен сіздерге қалай ол есептерді уақыт үнемдеп тез шығаруға болатындығын көрсетіп жатырмын. Сондықтан мұқият дерс алып қарауларыңызды сұраймын. Ең бірінші 8,4-тен 1 дегеніміз бұл біздің 8,25-іміз. Осыдан азайтылып тұр, яғни 6,5. Оның қасына 0-ды тіркеймін де 5-тен 0-ды азайтатын болсам 5, 2-ден 5 алмайды, 12-ден 5 аламыз 7. Мына жақта 7 қалды, 7-тен 6-ны алсам 1,75 шығады екен. Соны көбейту керек 0,2-ке. Яғни бұны ойша 2-ке көбейтіп аламын. 2-ке көбейткен кезде мен білем бұның 350 шығатынын, 175-ті 2-ке көбейткенде, ал 1,75-ті көбейтіп тұрғандықтан 3,5 шығады. Ал 0,2-ке көбейткендіктен бұл біздер жаңағына 2-ке ғана көбейттік қой. Ал енді 0,2-ке көбейткен кезде бұл 3,5 емес 0,35 болады. Яғни 0,35 шықты қосу амалына дейін. Енді одан кейін оған қосылып тұр 0,2. Бұл не деген сөз? 0,155 шығады деген мағынаны білдіреді. Сонда жауап Д екен. Келесі 5-ші есебіміз, құрметті достар, бұл жерде жақшаны көріп тұрмыз. Жақшаларға бірінші мән беріп, модульден теріс таңбаларды оң таңбаға ауыстырып шығарып алайық. Бірінші жақшаның ішінде бірінші амал болсын, 3,3-тен 1 болады. Модульді босатқан кезде арасындағы минус таңбасына ешқандай модуль әсер етіп тұрған жоқ, сосын минус таңбасын қалдырамыз. Минус 6-тан 5 модульден тек қана 6-тан 5 ретінде шығады. Біздер білеміз, 3-тен 1 деген санды біздер 6-дан 2 ретінде жазаламыз. Сондықтан бұл жерге 6-дан 2 деп жазып жіберейік. Себебі бөлімдерін бірдей қылдырып жатырмыз. 6-дан 2 санынан 6-дан 5 саны алынбайды, сондықтан 3,1 қарызға бере тұрамыз. Немесе ауыстырып жіберейік, 3,6-дан 2 дегеніміз бұл 6-дан 20 азайтылады, 6-дан 5, сол кезде 6-дан 15 шығады екен. Содан кейін көбейту тұр, көбейтуден кейін модульдің ішінде минус 5-тен 1 тұр, яғни модульден ол жай ғана 5-тен 1 ретінде шығады. 15 пенен 5 қысқарып, бұл жақта 3 қалады. 6-тан 3 дегеніміз бұл 2-ден 1 немесе 0,5. Сонда жауабымыз С болады екен.
Сонымен құрметті достар, келесі 6-шы есепке де келіп жеттік. Бұл жерде мына көбейтуді бірінші орындап алғанымыз дұрыс болады. Мен сіздерге осыны орындауларыңызды сұраймын бірінші. Себебі 3,9-дан 1 дегенді бірден айналдырайық. Бұрыс бөлшекке бұл 9-дан 3-ті 9-ға көбейтсек 27, 27-ге 5 қоссақ неше болады? 32 болады. Көбейтіледі 8-ден 9 санына. Себебі 1,8-ден 1 бұл 8-ден 9 болып жатылады. Сол кезде 9 менен 9 қысқарып 32 менен 8-ді бөлетін болсақ 1-біріне 4 болады. Яғни 2,148-ге 4 қоссақ 6,148 шығады. Білеміз де. Енді 6,1-ден 3,7 азайтылады. 6,1-ден азайтайық 3,7-ні. 61-ден 37-ні алған сияқты боламыз, бірақ ортасына үтірін қоя қоямыз, болды. 61-ден 37-ні азайтқан кезде 1-ден 7 алынбайды, 11-ден 7 азайтамыз 4 болады. 5-тен 3 азайтатын болсақ 2, 2,4. Яғни 6,148 санын 2,4 санына бөлу керекпіз. Бұл қалай орындалады? Мына жерге көрсетейін мен сіздерге. Мысалға 6,148 деген санда үтірден кейін 2 цифр бар. Ал 2,4 деген кезде үтірден кейін бір ғана цифр бар. Сондықтан үтірден кейін тағы да бір нөлді қосамыз. Себебі үтірден кейінгі цифрлардың сандары сәйкес келуі үшін. 648 болады. Содан кейін үтірді алып тастаймыз. 240-қа бөлінеді. Сандарды қысқартамыз 6 санына. Бұл жерде 6-тан аламыз 1 болады. 4 бөлінбейді. Сондықтан 0-ді береміз. 48-ді бөлетін болсақ 8. 108 болады екен. Мына жерде 1-ден 24-тен алсақ 4 болады. 0. Енді сандарды қысқартамыз 4 санына. Сол кезде бөлімінде 10 қалады. 10-нан алсақ 10-ның ішінде 2 рет 4 бар. 2 қалдық қалады. 28 болады. Яғни 7. 27-ні 10-ға бөлсек 2,7 деген сөз. Жауап Б екен. Сонымен құрметті достар, келесі 7-ші есебіміз 1,6-дан азайтылып тұр 2,6-дан 1, одан кейін 90-нан 39. Яғни 90 менен 39 сандарын қысқартып жіберейік. Сонда үстінде 13, ал астында 30 деген сан. Яғни 10-нан 6 дегеніміз негізінде 1,5-тен 3 деген мағынада ғой. Содан азайтылып тұр 2,6-дан 1. Одан азайтылып тұр 30-дан 13 саны. Яғни бірінші осы жақшаны жасап алайық. Қарайық, 1,5-тен 3-тен 2,6-дан 1 азайтылып тұр. Алдымен үлкен саннан кіші санын азайту керекпіз. Себебі 1 бұл 2-нен кіші болғандықтан бірінші мына саннан мына сан азайтылып, үлкен санның таңбасы, яғни минус таңбасы қойылуы керек. Сондықтан 2,6-дан 1-ден керісінше азайтамыз қазір. 2-ден 1-ді азайтамыз. 1 болады. 5 пенен 6-ның ортақ бөлімі 30. 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6 болады. Сонда 5-тен азайту керек біздер 18-ді. 5-тен 18 азайтатын болсақ, біз білеміз 18 минус 13 болады. 5-тен 18 азайтатын болсақ, минус 13 болады. Осыны жазып қойайық. Енді біздер мына үлкен саннан кіші санды азайтып тұрған себепті үлкен санның таңбасын, яғни оның алдына минус таңбасын қою керекпіз. Енді мынаған мән берейік достар. Бұл минус таңбасы орында қалсын. 1-ді 30-ға көбейтсек 30. 30 менен минус 13-ті бір-біріне қосып жіберетін болсақ, неше болады? 17 болады. Яғни бұл 30-дан 17 деген сан шығады екен. Минус 30-дан 17. Яғни мына жерде бізде минус 30-дан 13 тұр. Бұған дейін шыққан минус 30-дан 17, минус 30-дан 13. Бұл екеуінің таңбалары бірдей болғандықтан, мынада да минус болғандықтан, екеуі бірігіп кетеді. Яғни қосылып, дәл сол таңба қойылады дейді. Дәл сол таңбасын қойып қойық, минус таңбасын 30 бөлімінде қалады. Алымында 17 мен 13 қосылып 30-ды береді тағы да. Сонда минус 1 шығады екен. Бұл біздің бірінші жақшамызда. Мына жақшаның ішінде ғана минус 1 шықты. Минус 1-ді минус 3,5-тен 3-ке көбейтетін болсақ, әрине таңбаларын ауыстырып жібереді. Тек қана минус пен минус плюс беріп, тек қана 3,5-тен 3 шығады. 3,5-тен 3 дегеніміз бұл біздің 3,6 деген санымыз. 3,5-тен 3 деген. Енді осы 3,6 деген сан плюс минус 1,25 деп тұр. Яғни плюс саны мен минус саны жақшаны ашқан кезде минусты береді. 3,6-дан азайту керек біз 1,125-ті. Үтірден кейін үтірлерді үтірдің астына жазамыз. Бұны білетін шығарымыз. 6-дан кейін бір сан жетіспей тұр, яғни 0-ді қоя қоямыз. 0-ден 5 алынбайды. 10-нан 5 алсақ 5 болады. Мына жерде 5 қалып, 5-тен 2-ні азайтамыз. 3 болады да. Мына жақтан 3-тен 1 азайтамыз 2. 2,135 деген жауап бізде Д нұсқасына сәйкес келеді. Д-ны белгілейміз. Сонымен қымбатты достар, келесі 8-ші есеп минус 3,7-тен 3. Яғни бұл біздің 7-ден
24-іміз. Осыны көбейтеміз екен, 16 астында қалады. 3-ті 16-ға көбейтетін болсақ 48, 48-ге 1 қоссақ 49. Алдындағы минус таңбасын жазып қоямыз. Бұл осы бірінші амал, мына жердегіні ғана жасап жатырмыз біздер. Енді 24 пенен 16 сандарын қысқартайық. 4 санына 6 қалады, мына жақта 4 қалады. 6 және 4 сандарын қысқартатын болсақ, 3 және де 2 болады. 7 мен 49 қысқарады, мына жақта 7 қалады. Сонда 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ, 21, 21-ді 2-ке бөлсек, минус 10,5 шығады екен. Келесі есебіміз, келесі амалымыз біздің мына бөлу амалына мән беру керек. Біз мына жерде бөлу амалына не деп тұр бұл жерде? Минус 3,175 саны бөлініп тұр екен 1,5 санына. Үтірден кейін 1,0 жалғап, үтірлерді алып тастасақ болады деп айттық бұған дейін. Яғни екеуін де қысқартайық 25 санына. 25 санына қысқартатын болсақ, әрине бұл жерде 6 қалады. Мына жақта 25 санына қысқартатын болсақ. Так. 37-дің ішінде 1 рет 25 саны бар, 1-ден береміз. Содан кейін 37-ден 25 азайтатын болсақ, 12, 125, яғни де 15 сан шығады екен. Яғни алдындағы минус таңбасын тағы да қойып қоямыз. 15 пенен 6-ны қысқартайық 3-ке. Сол кезде 5, мына жақта 2 қалады, яғни минус 2,5 саны шықты деген сөз. Бұл жерде плюс деген белгіні көріп тұрмыз. Плюс белгісінен кейін минус 2,5 тұр, яғни бұл бізге плюс пен минусты береді. Оған дейін шыққан минус 10,5 және де минус 2,5 бізге минус 13 санын беретінін біздер білеміз. Дұрыс қой. Минус 13 саны сонда осы есептің мына алымында осы жерде шықты деген сөз. Бөліміне көшейік. Алымында минус 13 шықты. Соны есімізде сақтайық. Енді бөлімінде мына жерді қарайтын болсақ, минус таңбасын қойып қойық, алдына 20-дан 9 тұра береді. Бұл өзі дұрыс бөлшек. Ал мына 5,9-дан 7 аралас санын айналдырамыз. 9-дан 45-ке қосамыз 7-ні. 45-ке 7-ні қосатын болсақ, 52 болады. Дұрыс қой. 9 менен 9-ды қысқартамыз. Сосын 52 сан мен 20 сандарын екеуін қысқартайық 2-ге. Сол кезде 10 қалады, мына жақта 26 қалады. Яғни минус 2,6 болды деген сөз. Енді қысқарту керекпіз біздер. Минус 13 санын бөліп, минус 2,6 санына. Минус саны мен минус таңбасы екеу қысқарады. Минус таңба мен минус таңба. Бұл жерде көріп отырғандарымызда үтірден кейін 1 сан, үтірден кейін 13-тен кейін сан жоқ. Яғни үтірді қойып 13,0 деуге де болады. Яғни 130 санын 26-ға бөлген секілді боламыз. 130-ды 26-ға бөлсек, дәл 5 шығады екен. Жауабы А. Құрметті достар, келесі бұл жерде x-ті көріп тұрмыз, яғни бұл теңдеуді шешу керекпіз. Теңдеуді шешу үшін мына бөлінген 4,6-тан 1-ден, содан кейін плюс 3,9-дан 5-тен, содан кейін барып x-тің қасындағы саннан құтылып отыратын болсақ, x-тің жалғыз өзін қалдырамыз. Яғни 1-ден жазайын, 8,4 бөлініп тұр, бізде x-ке осылай жазсақ та болады, қосылып тұр, содан кейін 3,9-дан 5. Мына бөлініп тұрған 4,6-тан 1-ді мына жаққа көбейтіп олдырып жіберемін. Яғни тең болады. Бұл 1,3-тен 1 дегеніміз 3-тен 4 көбейтілген 6-дан 25 деп жазсақ болады. Дұрыс қой. Себебі 4-ті 6-ға бөлсек 24, 1-ге қосамыз 25. Яғни көбейтіліп барады, дұрыс әрине. Мына жерде 4 пенен 6 саны қысқарады, мына жақта 2, мына жақта 3, сонда 3 пенен 3 саны көбейтіліп 9-дан 50 деген сан шықты. Дұрыс қой. 9-дан 50. Яғни 9-дан 50 шығып тұр. 50 сан 9-ға бөлінбейді, бірақ 45-тің бөлінетінін білеміз. 5,9-дан 5 шығады екен. Енді қарайық. 8,4 бөлінген x қалды, тең болады дейік те, мына оң жағында тұрған 5,9-дан 5 санын жазамыз. Осы 5,9-дан 5 саны, содан кейін мына плюс 3,9-дан 5 санын мына жаққа минус 3,9-дан 5 ретінде көшіреміз. Яғни 5-тен 3 азайтатын болсақ, біздер білеміз 2 болады, 5,9-дан 5 деп тұр, сондықтан 9-дан 5-тен мына 9-дан 5 азайтатын болсақ 0. Яғни бұл жерде тек қана 2 шығады деген сөз. 8,4-ті қандай санға бөлген кезде 2 деген мән шығады? Әрине, бұл осының жартысына, яғни 4,2-ге. Жауап Б болады. Сонымен достар, келесі 10-шы есебіміз 2x плюс 1 бөлінген 2 минус 3 плюс 4x бөлінген 9 қосылған 0,5 болады x деген есеп екен. Бұл есепті қалай шығару керекпіз? Бұл
әрбір элементті жеке-жеке көрсетейін. Бұл бірінші элементіміз, екінші элементіміз мына тұрған элемент, үшіншіміз мынау төртінші элемент. Яғни әрбір элементті біздер көбейтіп шығамыз ортақ бөліміне. Бөлімдеріне қарайтын болсақ, 2 және 9. 0,5 санын біздер 2-ден 1 деп жаза аламыз, сондықтан бұныкі де 2 болып жазылады. Сондықтан осы 3 санның ортақ бөлімі 18 болады. Әрбір элементті 18-ге көбейтіп шығамыз. 18-ді көбейтеміз 2-ден 2х плюс 1-ге. Содан кейін азайту тұрып 18-ді көбейтеміз 9-дан 3 қосылған 4х-ге. Және де қосылған 18-ді көбейтеміз 2-ден 1-ге. Тең болады 18-ді көбейтілген х-ге дейміз. Содан кейін 18-ден 2 санын қысқартамыз, бұл жақта 9. 18-бен 9 қысқартамыз, мына жақта 2. 18-бен 2-ні қысқартамыз, 9. Бұл жерде қысқартылмайды, 18 орнында қалып жазылады. Енді 9 жақшаның сыртында қалу керек. Не үшін жақшаның сыртында? Себебі 2х плюс 1 дегеніміз бұл бүтін бір өрнек. Тек қана бір сан болса, тек көбейте салатын едік. 9-ды жақшаның ішіне кіргізіп жазған кезде 9 бенен 2х көбейтіліп бізге 18х береді. Содан кейін 9 бенен 1 көбейтіліп қосылған 9 болады. Алынған деген бұл минус таңбасы 2-нің алдында тұр, сондықтан минус 2 мына 3 плюс 4х-ке көбейтілген кезде қазір қараңыздар. Минус 2 алдымен 3-ке көбейтіледі, минус 6 болады. Енді минус 2 көбейтіледі плюс 4х-ке, яғни минус 8х болады. Көрдіңіздер ғой, мына плюс таңбасы бұл минус таңбаға өзгеріп кетті. 9 саны мен 1 саны көбейтіліп плюс 9 болады, тең болады 18х-ге дейміз. Екі жақтан 18х-тарды көріп тұрмыз, екеуі қысқарады, себебі мына 18х мына жаққа көшсе минус 18х болатын еді. Түсінікті ғой. 9-дан 6-ны азайтамыз. Бұл бізде 3 болады, 3-ке 9 қосамыз 12. Яғни 12 азайтылған 8х тең болады, мына жақта дым қалған жоқ, яғни 0. 12-ні орында қалдырайық, тең болады, мына минус 8х-мізді екінші жаққа 8х қылдырып көшіреміз. Екі жақты да 4-ке бөлейік, сол кезде 4-ке бөлеміз, мына жақта да 4-ке бөлеміз, 12-ні 4-ке бөлсек 3, тең болады 2х-ке деген шығады. Яғни х-ті табу үшін 3 санын бөлу керек біз 2-ге, яғни 1,5 саны. Жауап Б. Түсінікті ғой. Сонымен құрметті оқушылар, келесі есебімізге де көшейік. Бұл жерде біздің жақшанымыздың сыртында 1,6 деген санымыз көбейтіп тұрген, әрбір элементке жеке-жеке көбейтіп жақшаны ашайық. 1,6-ны 5-ке көбейтетін болсақ, қанша сан шығады? 8 сан шығады. 8х болады, яғни алынған 1,6 болады, 1-ге көбейткен кезде тең болады 1,8х, алынған 4,7. Енді қарайық. 8х дегеніміз тұра берсін, екеуі алынбайды, себебі екеуі екі түрлі ұғым. Мына 1,8х-іміз теңдіктің оң жағынан сол жағына көшкен кезде минус болып келеді, яғни 1-ден 6,2х деп жазсақ болады. Мына 1,6-мыздың таңбасы бұл минус болып тұр, 1,6-ның таңбасы оң жаққа плюс болып көшеді, яғни минус 4,7 плюс 1,6 болады. Бұл дегеніміз минус 3,1 шығады деген сөз ғой. Х-ті табу үшін минус 3,1 санын бөлеміз екен 6,2 санына. Екеуі де қысқарады, астында 2 қат үстінде 1, яғни минус 0,5 деген шығады. Жауап Д. Құрметті достар, келесі 12-ші есебіміз дәл жаңағы 11-ші есеп секілді, сондықтан 7-ні жақшаның ішіне кіргізіп ашып жазайық. 7-ні 1,4 y-ге көбейтетін болсақ, біздерде 9,8y шығады. Енді одан кейін тұрған 1,8-ге 7-ні көбейтеміз. 7-ні 10-ға көбейтетін болсам 70, 7-ні 8-ге көбейтетін болсам 56. 70-ге 56-ны қоссақ 126, яғни 12,6 деген сөз шығады. Ортасында қосу амалын жазамыз. Алынған 27,6 тұр, тең болады 10,1 y-ке дейді. 12,6 алынған 27,6. Бұл неше шығады бұл жерде? Үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен сан таңбасын алдына минусын қойып, 27,6-дан 12,6-ны азайтайық. Сонда 0,6, яғни екеуі 0-ді береді. 27-ден 12-ні азайтатын болсақ, 15, минус 15 қалды. Ал енді мына 9,8 y-іміз мына жаққа минус болып келеді. Сонда 10,1-ден 9,8 азайтатын болсақ, 0,3 y қалады. Y-дің мәнін табу мақсатында минус 15-ті бөлеміз 0,3-ке. Яғни үтірді жылжытып 15-тің қасына 0-ді тіркейміз. Минус 150 бөлінген 3 болады, яғни бұл минус 50 деген сан шығады. Жауабымыз Д.
Сонымен келесі 13-ші есебіміз. Жандос Ербол Мағжан 117 есеп шығарды. Жандос Ерболға қарағанда 2,5 есе көп жасады, ал Мағжан Жандостан 9 есеп шығарған. Мағжан неше есеп шығарды дейді. Бұл жерде Жандосты Ж деп алайық, Ерболды Е деп алайық, Мағжанды М деп алайық. Яғни үшеуі бірге 117 есеп шығарған, яғни Ж қосылған Е қосылған М. Олардың қосындысы 117. Жандос Ерболға қарағанда 2,5 есе көп жасады. Яғни бұл есеп, бұл сөздерді математикалық тілге ауыстырамыз. Яғни Жандос дегеніміз бұл 2,5 есе көп жасаған Ерболға қарағанда. Ж дегеніміз 2,5 Е. Ал Мағжан Жандостан 9 есепке артық шығарған. Мағжан дегеніміз ол Жандостан 9 есепке дейді. Есе деп тұрған жоқ, 9 есепке, яғни плюс 9 деген сөз. Мағжан есе шығарды, яғни М дегеніміз ол қанша деп сұрақ қойылды. Осының астына жаңағы шыққан теңдеулерімізді жазып алайық. Ж дегеніміз бұл 2,5 Е екен. Ал М дегеніміз ол Ж қосылған 9 екен. Бұған дейін Ж-ның 2,5 Е екенін таптық, яғни астына мына Ж-ның орнына соны жазайық. Яғни 2,5 Е, сосын мына плюс 9 жазылады, плюс 9 болады. Бұл дегеніміз бұл М-ны өрнектеу. Яғни үстіндегі М-ның орнына осыны қоямыз, ал үстіндегі Ж-ның орнына осыны қоямыз. Енді мынаған мән берейік. Ж дегеніміздің орнына 2,5 Е деп жазатын едік. Е деген орында тұра береді, М-ның орнына мынаны жазамыз. Көшір жазайық. 2,5 Е деп мен Ж-ның орнына жазып жатырмын. Қосылған мына Е-ні жазамын. Қосылған мына М-ның орнына 2,5 Е қосылған 2,5 Е, кешіріңіздер. Қосылған 9-ды жазамын. Тең болады 117-ге деп теңестіремін, осы теңдеуді шығарамын, сол кезде есептің жауабы шығады. 2,5 Е-ге 2,5 Е-ні қосатын болсақ 5 Е, 5 Е-ге Е-ні қосатын болсақ 6 Е. Мына плюс 9-ымыз мына жаққа минус 9 болып барады. 117-ден 9 азайтатын болсақ, неше? 108. Дұрыс қой. Яғни Е-ні табу үшін 108-ді бөлу керекпіз біздер 6-ға. 108-ді 6-ға бөлетін болсақ 10-нан аламыз. 10-ның ішінде 1 рет 6 бар. Содан кейін 4 қалдық қалады. 48 6-ға бөлсек 8 қалады. Е дегеніміз 18. Яғни Ерболдың есептерінің саны 18. Ал Мағжанның есептерін табу үшін Ерболдың есептерін 2,5-ге көбейтіп, содан кейін 9-ға қосу керекпіз. Енді қарайық. Осыны есептеу керекпіз. 2,5-ті көбейту керекпіз. Бірінші 18-ге, сосын барып қосу керекпіз 9-ға. Енді мынаған мән берейік. 2,5-ті 18-ге көбейткен кезде қалай көбейтеміз? Яғни 18-ді бірінші 2 бүтінге көбейтеміз, сосын оған 10-нан 5-ін, яғни жартысын қосу керекпіз. 2 бүтінді 18-ге көбейтетін болсақ 36 шығады. 36-ға қосамыз 18-дің жартысын, яғни 9-ды. 36-ға 9 қоссақ 45, мына 9 қоссақ 54 болады екен. Жауабымыз А. Сонымен келесі есеп. Әкесі бар байлығын 3 ұлына бөлді. Кіші ұлының ортаңғы ұлының бөлігіне қатынасы 5-тің 6-ға қатынасындай. Яғни кіші ұлының ортаңғы ұлына қатынасы 5-тің 6-ға. 5-тің 6-ға қатынасындай, ал ортаңғының үлкен ұлына қатынасы 2-нің 3-ге. Ортаңғының үлкен ұлына қатынасы 2-нің 3-ге қатынасындай. Егер әкесінің барлық ақшасы $8 миллион, $8 миллион құраса, кіші ұлына қанша ақша тиеді дейді. Яғни берілген жеке-жеке қатынастар арқылы біздер жалпы осыған байланысты былай болсын. 5 мен мына 2 санын көбейтеміз, 10 қасына x жазамыз, 10x. 6 мен 2-ні көбейтеміз, 12 қасына x жазамыз, 12x. 6 мен 3-ті көбейтеміз, 18x. Яғни берілген қатынастар арқылы 5-тің 6-ға және 2-нің 3-ге қатынасы арқылы 3 ұлдың бір-біріне қатынастарын таптық. 10, 12, 18 екен. Түсінікті ғой. Енді мынаған мән берейік. 10, 12, 18-дің барлығының қосындысы $8 миллион тең. Себебі мынау кіші ұлының алғаны, ортаншы ұлының, мынау үлкен ұлының алғаны. Соңында x-ті тауып, x-ті 10-ға көбейтсек, сол кезде кіші ұлының алған ақшасы шығады. Енді барлығын қосқан кезде неше болады? 12 мен 18 қосатын болсақ оңай, 30 болады, 30-ға 10-ды қосатын болсақ 40. Яғни 40x-іміз бұл біздің $8 миллион тең, яғни 8 миллион. Енді x-ті табу үшін 8 миллионды бөлу керек біз
40-қа. Дұрыс қой. 8 менен 40 қысқарады, сонда 5. 5-тен 1 миллион дегеніміз бұл 200 миллион. 200 мың теңге, дұрыс қой. 5-тен 1 миллион. 5-тен 1 миллион дегеніміз 1 миллионның 5-тен 1 бөлігі, яғни 200 мың доллар. Енді 10x-ті табу үшін 200 мыңды 10-ға көбейтеміз, сонда 2 миллион доллар шығады екен. Жауабы С. Сонымен қымбатты достар, келесі 15-ші есебіміз екі қала арасындағы арақашықтық масштабы берілген екен. Масштабтағы 5 нөлді бірден өшіріп тастаймызды 1 сантиметрде, ал 16 километр бар екен деп жазамыз. Себебі біздер білеміз, 5 нөлді алып тастайтын болсақ, сантиметрден километрге алмастырады. Картада 30 сантиметрді құрайды. Яғни 1 сантиметрдің ішінде 16 километр бар екенін таптық. Картадағы 30 сантиметр бұл қанша екенін табу өте оңай. 16-ны 30-ға көбейте қоямыз. 16-ны 30-ға көбейте қоятын болсақ, 480 километр шығады. Дұрыс қой. Осы арақашықтық масштабы 1 бөлінген 2 миллион дейді. Бұл жерден де 5 нөлді сызып тастаймыз. Сонда 1 сантиметріміздің ішінде егерде 20 километр болса, мынауымыз қанша сантиметрге сыяды деген сөзді. Соны сұрап тұр тек қана. Яғни бірінші берілген арқылы біздер шын өмірде 480 екенін таптық. Осы 480 дегеніміз 480 километріміз. Біздің әрбір 20 километріміз 1 сантиметрде алатын болсақ, қаншаға сыятын табамыз. 480-ді тек қана 20-ға бөле қоямыз. Сол кезде бізде 24 шығады екен. Жауабымыз Д. Құрметті достар, келесі 20 тосап құтысын алу үшін 7 килограмм қант жұмсады дейді. Яғни 20 тосап үшін 7 килограмм қант жұмсады. Егер қанттың мөлшерін 4,2 килограммға арттырсақ дейді. Яғни 7 килограмм қант емес, енді 4,2-ге артық. Яғни 11,2 жұмсайтын болсақ, қанша тосап жасауға болады дейді. Бұл жерде тура пропорция екенін көріп отырмыз. Яғни қанттың мөлшері көбейетін болса, тосаптардың мөлшері де соғұрлым көбейетін болады. Енді тура пропорция болғандықтан көбелек методын қолданамыз. X-ті табу үшін 20 менен 11,2 санын көбейтіп 7-ге бөлеміз. Үтірлерді жылжытып, үтірді мүлдем алып тастасақ та болады. Себебі 7-нің қасынан 0-ді жалғайын деп тұрмыз. Дұрыс қой. 0 менен 0-ді қысқартамыз. 112 санын 7-ге бөлеміз. 112-ні 7-ге бөлетін болсақ, 11-ден аламыз 1 болады. Сосын 4 қалдық. 42 менен 1-ге бізге 6-ны береді, яғни 16. 16-ны 2-ге көбейтетін болсақ, 32 сан шығады. Жауабы С. Қымбатты достар, келесі есебіміз x саны y саны 5-тен 4 бөлігін құраса, y саны x санының қанша процентін құрайды дейді. Яғни керісінше сұралып тұр, сондықтан мына бөлшекті керісінше жазып процентке айналдырайық. 5-тен 4 дегенімізді 4-тен 5 деп жазайық. Бұл дегеніміз 1,4-тен 1 немесе 1,125. Ал санды біздер білеміз, процентке айналдыру үшін 100%-ға көбейту керекпіз. Сол кезде 125% шығады екен. Бұл жауабы С. Келесі есеп, қоймаға әкелінген 90 килограмм жемістің 40%-ы алма дейді. Яғни 90 килограмм жеміс алып келінген екен, соның 40%-ы алма. Яғни 0,4 деген сөз. 0,4 90-ның немесе бірден есептеп табуға болады 36 килограммы. Қалғаны жасыл дейді. Яғни жасыл алманың массасын табу үшін 90-нан 36-ны азайтамыз. 90-нан азайтатын болсақ 36-ны неше болады? 4, 8-ден 3 айдамыз, 5, 54 килограмм екен. Жауап Д. Сонымен қымбатты достар, келесі есебіміз, бұл жерде де теңдеуді көріп отырмыз. Содан кейін бірінші модуль менен мына -3 таңбасын қалдырайық. -3 көбейтіліп тұр бізде бірінші -3x плюс 1 модульдің ішіндеге тең болады белгісін жазайық. Себебі мына -12,6-ны мына жаққа +12,6 қылып жібереміз. Сол кезде ойланайық, -4,8 бұған дейін тұрды, содан кейін +12,6 келді. Яғни екеуінің таңбалары әртүрлі болғандықтан үлкен саннан, яғни 12,6-дан азайтылады 4,8, сосын соның таңбасы плюс қойылады. 12,6-дан 4,8 азайтатын болсақ, бізде 7,8 шығады. Дұрыс қой. Енді оның таңбасы плюс болады, себебі үлкен санның таңбасы плюс. Модулінің ішіндегі -3x плюс 1-ді қалдырамыз, тең болады 7,8-ді -3-ке бөліп жіберейік. 7,8-ді бөліп жіберсек -3-ке, минус таңбасы қалатын көрініп тұр. 7,8-ді 3-ке бөлсек 2,6 қалады екен. -2,6 дейміз. Яғни модульдің ішіндегі өрнек минус санға тең болып тұр, сондықтан жауабы жоқ болады. Жауап Д.
Сонымен достар, келесі есеп 6 ойыншының орта жарасы 24 жас дейді. Егер де 6 ойыншының орта жарасы берілген болса, 6-ны 24-ке көбейту арқылы біздер білеміз 144 шығады. Бұл 6 ойыншының жастарының қосындысы деген сөз. Ойын кезінде бір ойыншы жарақат алып ойыннан шығады. Яғни 6 ойыншы емес, енді 5 ойыншы қалды. Қалған ойыншылардың орта жарасы 25 жасты құрады дейді. Яғни қалғанның 5-еуінің орта жарасы 25 деген сөз, 5-ті 25-ке көбейтеміз. 125 бұл қалғанның жастарының қосындысы деген сөз. Яғни мынау 6 адамның жастарының қосындысы, мынау қалған 5 адамның қосындысы. Сонда бір-бірінен азайтатын болсақ, неше шығады? 4-тен 5 алынбайды, 14-тен 5-ті азайтамыз. Сол кезде 9 ең артында қалады. 3-тен азайтатын болсақ, 19. Яғни 19 жастағы бұл шығып кеткен ойыншының жасы. Себебі бұл 6 ойыншының жастарының қосындысы, бұл 5 ойыншының жастарының қосындысы. Азайтатын болсақ, жаңа шығып кеткен жарақат алған ойыншының жасы шығады екен. Сонымен келесі есеп, достар, координаталық түзуде координатасы минус 5,4 болатын С нүктесі АБ кесіндісін 3-тің 4-ке қатынасымен бөледі. Б нүктесінің координатасы 2,16 болса, А нүктесінің координатасын анықтаңыздар дейді. Яғни бірінші көріп отырғанымыздай минус 5,4 болатын С нүктесі дейді. Яғни координатасы координаталық жүйеде мысалға минус 5,4 болсын. Мына жер минус 5,4. Минус 5,4 болсын. Енді осы С нүктесі АБ кесіндісін 3-тің 4-ке қатынасымен бөледі. Бұны қалай түсінуге болады? Яғни С нүктесі АБ кесіндісін бөліп тұр 3-тің 4-ке қатынасындай. Мынау А, мынау Б болсын мысалға. А, Б кесіндісін 3-тің 4-ке қатынасындай. Яғни Адан С-ға дейін 3х болса, С-дан Б-ға дейін 4х болады деген мағынаны білдіреді. Б нүктесінің координатасы 2,6 дейді. Б нүктесінің координатасы 2,6 болса, А нүктесінің координатасын анықтаңыздар. Енді біздер білеміз, С және Б-ның ұзындығын таба аламыз. С мен Б-ның ортасы қаншаға тең екенін табу үшін оң жақтағы жатқан координатадан, яғни 2,6-дан азайту керекпіз. Сол жақта жатқан координатаны минус 5,4-ті. Координатасы нешеге тең болады сонда? Минус пенен минус таңба бізге плюсті береді. 2,6-ға 5,4-ті қосатын болсақ, 8 шығады екен. Яғни С-ның ұзындығы 8-ге тең деген сөз. Бұл бізде ең басында айтқандай 4х-ға тең. 4х-іміз 8 болса, сонда х деген 2-ге тең ғой. Дұрыс. Яғни 3х-іміз біздің 6-ға тең болады. Яғни АС-ның ұзындығы 6 деген сөз. Егер де АС-ның ұзындығы 6 болса, бұл АС-ның ұзындығын қайдан тапқанымыз? Оң жақта жатқан минус 5,4 деген координатадан азайтып тұрмыз, сол жақта жатқан А нүктесінің координатасын. Дұрыс қой? Минус 5,4-тен азайтсақ А деген координатаны 6 шығуы тиіс. Енді біздер не істейміз? Минус А-ны қалдырайық оң жағында, минус 5,4-ті 6 жаққа қарай плюс қылдырып жібереміз. 6-ға 5,4-ті қосатын болсақ, 11,4, ал А-ның минусын алып тастайтын болсақ, А дегеніміз минус 11,4 болып шығады екен. Жауабымыз А жауабы. Келесі есеп, А пунктінен Б пунктіне бір мезетте 2 автобус жолға шықты. Яғни А пунктінен Б пунктіне қарай 2 автобус бір мезетте, яғни бірдей уақытта деген мағынаны білдіреді. Міне бірінші автобус, міне екінші автобус жолға шықты дейді. Бірінші автобустың жылдамдығы 72 км сағатына. Бірінші автобустың жылдамдығы 72 км сағатына. Километр сағат дегенді жазбай қойсақ болады негізінде. Жазбай қояйық сондықтан. Ал екіншісінікі біріншісінің жылдамдығының 1,5 бөлігін құрайды дейді. Яғни екіншісінің жылдамдығын табу үшін 72-ні 1,5-ге көбейтеміз. Яғни 1,5-ге көбейт деген сөз 72-нің өзіне жартысын қос. 72-нің жартысы бұл 36 ғой. 72-ге 36-ны қосатын болсақ 108. Яғни екіншісінің жылдамдығы көбіректеу деген сөз. Екіншісі, значит, біріншісін озып кетеді деген мағынаны білдіреді. Автобустар А пунктінен шыққан соң 2,5 сағаттан кейін олардың арақашықтығы нешеге тең болады дейді. Яғни бұл жерде алшақтау жылдамдығы бар. Біріншісінің жылдамдығы екінші жылдамдығынан қанша километр сағатқа аз? 36 километр сағатқа. Ол не деген мағынаны білдіреді? Әрбір сағат сайын олардың арасында 36 километрге арақашықтық көбейіп отырады деген сөз. Яғни 2,5 сағаттан кейін қанша болатын табу үшін осы 36-ны көбейтеміз 2,5-ге. Бірінші 36-ны 2-ге көбейтемін 72 болады. 36-ны 0,5-ге көбейтсек, бұл оның жартысын тап. Яғни 18-ді қос деген мағынаны білдіреді. 72-ге 18-ді қосатын болсақ 90 километр. Жауабы С.
Келесі есебіміз тіктөртбұрыштың ені оның ұзындығының 40%-ін құрайды. Яғни бір тіктөртбұрышты көз алдымызға елестетейік. Тіктөртбұрыш болсын, мынандай. Ені ұзындығының 40%-ін құрайды. Яғни А деген ені, Б деген ұзындығы болсын. Ені дегеніміз ол ұзындығының 40%, яғни 0,4 деген сөз. Егер де оның периметрі 56 болса, периметрдің формуласы қандай еді? А-ға Б-ны қосып, 2-ге көбейту. Дұрыс қой, сол кезде 56 шықса дейді. Оның ауданы тап дейді. Ауданы дегеніміз А мен Б-ны көбейткен кезде қанша болады деп сұрақ қойып тұр. А плюс Б-ны орында қалдырайық. Мына көбейтіліп тұрған 2 56 жаққа бөлініп барсын. 56-ны 2-ге бөлетін болсақ 28. А мен Б-ның қосындысы 28, ал А-ның 0,4 Б-ға тең екенін білеміз. Сондықтан А-ның орнына 0,4 Б деп жазамыз. Қосылған Б тең болады 28-ге. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, 1,4 Б тең болады 28. Сонда Б-ны табу үшін 28-ді бөлеміз екен 14-ге. 1,4-ге. Яғни бұл дегеніміз, сонымен Б-ны табу үшін 28-ді 1,4-ге бөледі екенбіз. 28-ді 1,4-ге бөлсек, 280 бөлінген 14 ретінде қарастыруға болады. Сол кезде 28 мен 14 санын қысқартып, 2 мына 0 мен 1-ге 20-ны береді. Ал А-ны табу үшін біздер 20 санын көбейту керекпіз 0,4-ге. Немесе 2-ні 4-ге көбейтеміз, 8 болады. Біздер енді ауданы табу керекпіз ғой. Сондықтан А санын Б санына көбейтеміз. Сол кезде 20-ны көбейтсек 8-ге, бізге 160 шығады екен. Жауабы А нұсқасы. Сонымен, құрметті достар, келесі 24-ші есебіміз -3,2 және 75,6 аралығында бүтін сандар саны қанша дейді. Координаталық түзуді салатын болсаңыздар, ортасында 0, 1, ал мына жақтан -3,2-ні алайық. -3,2 деген нүктеміз болсын. Ал 75,6 бұл 0-дің оң жағында орналасқан 75,6. Біздер білеміз, 0-ден бастап 3-ке дейін, -3,2-ге дейін, -1 бар, -2 бар, -3 бар. Ал -4 дегеніміз -3,2-нің сол жағында болып кетеді, сондықтан бұл кірмейді. 0-ден бастап 3,2-ге дейін бізде 3 сан бар, 0-ді санамаған кезде. -1, -2, -3. Ал енді 1-ден бастап 75,6-ға дейін, 75-ге дейін деп аламыз ғой, бүтін сандар сұрап тұрғандықтан. Яғни мына аралықта бізде 3 сан бар, мына аралықта бізде 75 сан бар, ал 0-дің өзі де бүтін санға кіреді, сондықтан 1, 3-ке 1-ді қосатын болсақ 4, 4-ке 75-ті қоссақ 79 сан бар екен. Жауабы С болады. Сонымен достар, келесі 25-ші есебіміз жақшыларды ашып ықшамдап деп тұр. Яғни жақшыларды терімділік қасиетіне байланысты ашып ықшамдайық. 0,5-ті 2y-ға көбейтетін болсақ, тек қана y шығады. 0,5-ке 3-ке көбейтетін болсақ, 1,5 шығады екен. Қосылған 2-ні 0,115-ге көбейтсек, 0,3 алынған 0,8 y болады. Y-тарды жинақтайық. Y алынған 0,8 y бізге 0,2 y-ті береді. 1,5-ке 0,3-ті қосатын болсақ, плюс 1,8 болады. Сонда 1,8 қосылған 0,2 y деген шығу керек. Осындай жауап бар ма екен? Біздер бұл жерден сонда көріп отырғанымыздай 1,8 қосылған 0,2 y. Сонымен, құрметті достар, біздің бүгінгі видеомыздың 25-ші, яғни соңғы есебіне келіп жеттік. Жақшаларды ашып ықшамдау керек екен. Жақшаның сыртында тұрған 0,5-ті біздер жақшаның ішіндегі әрбір элементке терімділік қасиетін пайдаланып отырып, жеке-жеке көбейтеміз. Сол кезде 0,5-ті 2y-ға көбейтсек, тек қана y, 0,5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, қосылған 1,5 болады. Енді мына плюс белгісін қоямыз. 2-ні 0,115-ке көбейтетін болсақ, 0,3 алынған 2-ні 0,4 y-ға көбейтсек 0,8 y болады екен. Y-тарды бірге жинақтаймыз. Y алынған 0,8 y бізге 0,2 y-ті береді. 1,5-ке 0,3-ті қосатын болсақ, қосылған 1,8 болады. Сонда бұл жауап бізде көріп отырғандарымыздай С жауабы. Себебі 5-тен 1 y дегеніміз бұл 0,2 y деген мағына. Сонымен бүгінгі тестіміздің өте тез шығуы сіздерге ұнады деп ойлаймын. Барлығыңызға сәттілік. Келесі видеоларда көріскенше.